Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілеймін. Сабағымызды бастаймыз. Математика 4-ші сынып. Көбейту және бөлу бөлімі. 48-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға қалдықпен жазбаша бөлу. Оқу мақсаты: көп таңбалы сандарды бір таңбалы және екі таңбалы сандарға қалдықпен бөлуді орындау. Қалдықпен бөлу формуласын шығарып алу және қолдану. Алдымен ширату тапсырмасын орындаймыз. Балалар, сендер Лев Гумилевтің кім екенін білесіңдер ме? Ол туралы естіген боларсыңдар. Ол 20 ғасырдың көрнекті ғалымы, тарих және география саласының маманы. Азия және Еуропа халықтарының тарихы туралы көптеген еңбектердің авторы. Тапсырмаға назар аударайық. Қалдықпен бөлуді орында. Барлық қалдықтардың қосындысын тап. Шыққан санды 1972 санына арттырсаң, Нұр-Сұлтан қаласындағы Еуразия ұлттық университетіне қай жылы Лев Гумилевтің аты берілгенін білесің. Қане балалар, іске сәт. Жауабы: ұлы ғалымның есімі университетке 2001 жылы берілді. Сендердің жауаптарың дәл осындай болар деп үміттенемін. Жарайсыңдар. Оқушылар, мына формуланы есімізде сақтап алайық. Қалдықпен бөлуді орындаған соң, нәтиженің дұрыстығын тексеру формуласы мынадай. А тең Б көбейту С қосу R. Бұл жердегі А бөлінгіш, Б бөлгіш, С бөліндінің мәні, R қалдық. Естеріңде болсын балалар, қалдық әрдайым бөлгіштен кіші болады. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Қалдықпен бөлуді жазбаша орында. Менің алғыр оқушыларым бұл тапсырманы оп-оңай орындап тастайды. Ал қане балалар, өз білімдеріңді танытыңдар. Бәрекелді. Ал енді өз жауаптарыңды дұрыс жауаппен салыстыра тексеріп көріңдер. Жарайсыңдар балалар. Бағалау критерийі: көп таңбалы санды бір және екі таңбалы санға қалдықпен бөлу алгоритмін пайдалану. Дескриптор: жазбаша қалдықпен бөлуді біледі, қалдықпен бөлуге берілген тапсырманы орындай алады. Үшінші тапсырманы өздеріңмен бірге бірлесе орындайық. Екі таңбалы санға бөлу алгоритмін қолданып, бөлудің қалай орындалғанын түсіндіріп көрейік. Баған түріндегі бөлуге назар аударыңдар. Бөлу амалын орындамас бұрын, бірінші толымсыз бөлінгішті және бөліндідегі цифрлар санын анықтап аламыз. Бөлінгіш 325, бөлгіш 65. Бұл жерде бөлінгіш 325 бірлік. Демек, бөліндіде бір цифр болады. Бірліктерді бөлемін. 325 бөлу 65 тең 5. Бөліндіге 5-ті жазамын. Қалдық 0-ге тең, яғни толық бөлінді. Жауабын оқимын: 5. Ал енді
қалдықпен бөлуді орындауға назар аударайық. 116-ны 22-ге бөлгенде нәтижесінде 5 шығады және 6 қалдық қалады. Біз оны кері амалменен формула арқылы тексереміз. 22 санын 5-ке көбейтеміз, 110 шығады. Оны 6 қалдыққа бөлеміз, тең 116. Балалар, біз қалдықпен бөлу амалдарын осылай түсіндіре отырып орындасақ, есімізде жақсы сақталады. Сондықтан әрдайым мұқият болыңдар. Ал оқушылар, енді мен өздеріңмен қызықты ойын ойнағым келіп отыр. Бұл ойын ақиқат пен жалған деп аталады. Берілген пікірлерді тыңдаймыз. Олардың қайсысы ақиқат пікір, қайсысы жалған пікір екенін жылдам табамыз. Бірінші пікір: бөлуді көбейту арқылы тексереді. Екінші пікір: бөлінгіш бөлгіштен кіші болады. Үшінші пікір: қалдық бөліндінің мәнінен әрдайым кем болады. Төртінші пікір: қалдық пен бөлуді тексеру үшін көбейту және қосу амалдарын қолданады. Қане балалар, бұл пікірлердің қайсысы ақиқат, қайсысы жалған екенін жылдам таба қойыңдаршы. Сендердің жауаптарың қандай? Дұрыс жауабы: бірінші, үшінші және төртінші сөйлемдер ақиқат пікірлер, ал екінші сөйлем жалған пікір. Өздерің байқап отырғандай, бұл жерде 3 ақиқат пікір және 1 жалған пікір бар. Балалар, сендердің де жауаптарың дәл осындай болар. Жарайсыңдар. Енді оқулықтағы 5-ші тапсырмаға назар аударамыз. Қалдықпен бөлуді орында және тексер. 297 бөлу 98 тең 3. 3 қалдық қалады. Кері амалмен тексеремін. 98 көбейту 3, қосу 3 қалдық. Тең 297. Демек, нәтиже дұрыс болғаны. Ал оқушылар, дәл осы үлгі бойынша формуланы қолдана отырып, өздерің қалған амалдарды орындап шығыңдар және тексеріңдер. Кірісеміз. Сендер бұл тапсырманы қиналмай өте дұрыс орындаған боларсыңдар. Бағалау критерийі: көп таңбалы сандарды 2 таңбалы сандарға бөлу алгоритмін біледі. Дескриптор: 2 таңбалы сандарға қалдықпен бөлуді біледі, нәтиженің дұрыстығын тексеруді біледі. Оқушылар, өздеріңнің орындаған жұмыстарыңды осы дескриптор арқылы бағалап көріңдер. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздан өздеріңе жақсы білім алған боларсыңдар. Ендеше сол алған білімізді тест жұмысын орындау арқылы тексеріп көрейік. Бірінші сұрақ: бөлу амалын орындаған соң қай амалмен тексереді? Қосу, азайту, көбейту, бөлу. Екінші сұрақ: қалдықты бөлуді тексеру формуласында қалдықты қандай әріппен белгілейді? С әрпімен, Б әрпімен, А әрпімен, Р әрпімен. Ал қане балалар, жылдам жауап бере қойыңдар. Әрине, сендер мұның жауабын дәл табасыңдар. Өйткені бүгінгі сабақты өте жақсы түсіндіңдер деп ойлаймын. Керемет. Оқу тапсырмасы. 35-ші бетте 9-шы тапсырма. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.